Бірінші тапсырма. Look at the pictures and the names of the clubs. Are they interesting or boring? Суреттерге қараңыз және клубтардың атауына қараңыз. Олар қызықты ма, әлде қызықты емес па? Hobbies special. Join our club. Dance. This dance club is for young people from 10 till 15 years old. The classes aren't expensive. My favorite dance is hip hop. The music is great. I'm not very good at salsa. Cost and difficulty. B клубы. B клубына 10-15 жас аралығындағы балалар қатыса алады. Сабақтары қымбат емес. Менің сүйікті би түрім бұл хип-хоп. Музыкалары да керемет. Мен сальса биінде онша жақсы емеспін. Бағасы және қиындық деңгейі көрсетілген екен. Drama. My friends and I are in the drama club at school. We are not fantastic actors, but the club is fun and it's very popular. It's on Monday at 4 o'clock. Cost and difficulty. Менің достарым және мен мектептегі драма клубына қатысамыз. Біз бір керемет актерлар емес, біз алайда бұл клубта өте көңілді және өте танымал. Сабақтары әр дүйсенбі сағат 4-те болады. Балалар бұл жерде де клубтың бағасы және қиындық деңгейі көрсетілген екен. Үшіншісі, climbing club. This is a new activity in the sports center on Saturday morning. Climbing is a good sport for young people and it's exciting. Өрмелеу клубы. Әр сенбі таңертең спорт кешенінде өтетін жаңа клуб түрі. Өрмелеу бұл жас балаларға өте жақсы спорт түрі және өте қызықты. Бұл жерде де бағасы және қиындық деңгейі көрсетілген. Бағасы $3 екен, яғни басқа клубтарға қарағанда қымбаттау. Төртіншісі, chess. Chess is a very old and interesting game. It's difficult, but the teacher is very good and she isn't boring. The club is on Thursday at 5 o'clock. Шахмат. Шахмат өте көне және қызықты ойын. Ол қиын, алайда мұғалім өте жақсы және сабағын өте қызықты өткізеді. Клуб әр бейсенбі күні сағат 5-те өтеді. Бұл жерде бағасы $1 екен, қиындығы 3-ші деңгей. Мысалда берілгендей етіп сипаттауымыз керек. I think climbing club is boring. I think chess is interesting. Екінші тапсырма оқыңыз және тыңдаңыз және сәйкестіреміз. Біріншісі, salsa and hip hop are dances. Chess is difficult. Climbing is a new activity. The dance club is for young people. The climbing club is on Saturday. Үшінші тапсырма. Complete the days of the week with words from the reading text. Then listen and check. Апта күндерін мәтінде берілген күндермен толтыруымыз керек. Тыңдаңыз және тексеріңіз. Бізде қай апта күндері мәтінде көрсетілген? Monday, Thursday and Saturday. Төртінші тапсырма. Write sentences about your week. Which days are interesting, boring, easy, difficult, great, okay, or terrible? Бұл тапсырмада өзіңіздің аптаңыз туралы сөйлемдер құрастыру керек. Қай күндері сізге қызықты, қай күндері сізге қызықты емес, оңай, немесе күрделі, керемет, жарайды, немесе сұмдық дегендей. Monday is okay, it's easy. Дүйсенбі жарайды, ол оңай. Осы мысалдағыдай етіп, әр апта күніңізді сипаттауыңыз қажет.
Бесінші тапсырма. Look at the ideas for clubs. Give your opinion using words in the box. Клубтарға қатысты идеяларға қараңыз және берілген сөздерді қолдана отырып, оларға қатысты өз ойыңызды білдіріңіз. Яғни бізге сын есімдер берілген, сол клуб атауларын біз сипаттауымыз керек. Мысалға, I think that taekwondo is difficult and dangerous. Менің ойымша таеквондо қиын әрі қауіпті. Келесі, art is interesting and expensive. Өнер бұл қызықты әрі қымбат. Үшіншісі, photography is easy and boring. Суретке алу өте оңай және қызықты емес. Rugby is difficult. Rugby бұл қиын. Бұл жай ғана мысал ретінде берілген, сіздер өздеріңіздің нұсқаларыңызды жазсаңыздар болады. Бірінші тапсырма. Find negative forms from 1 till 3 in the text on page 14. Яғни мына жерде берілген үш сөздің болымсыз формасының қысқаша түрін жазуымыз керек екен. Біріншісі, she isn't, we aren't, and the last one is they aren't. Екінші тапсырма. Choose the correct words. Дұрыс сөздерді таңдаңыз. Біріншісі, Anna is from Russia. Екі, you aren't a good actor. Үш, my friends are at school now. Төрт, my cat isn't gray. Бес, I'm not 14. Алты, Katie and I are in the climbing club. Үшінші тапсырма. Make true sentences. Use the correct form of be. Дұрыс сөйлемдер құрастырыңыз. To be-дің дұрыс формасын қолдану керек, яғни мағынасына сай. Мысалға, біріншісі, I'm not 11. Менің жасым 11-де емес. Сіздің, яғни жасыңыз 11-де болса, I'm 11 деп жазасыз. My teacher is not from the USA. Менің мұғалімім ақш құрама штаттарынан емес. Үшіншісі, this school is new. Бұл мектеп жаңа. Will Smith is my favorite actor. Бесіншісі, cricket and rugby are boring. Алтыншысы, we are not in Britain. Төртінші тапсырма. Prepositions on and at. On және at көмекші сөздері. Look at the examples and complete the rule with at and on. Берілген мысалдарға қараңыз және ережені at және on көмекші сөздермен толтырыңыз. The club is on Thursday at 5 o'clock. Клуб бейсенбі күні сағат 5-те. It's on Monday at 4 o'clock. Дүйсенбі күні сағат 4-те болады. Бұдан келіп шығатын ереже we use on with days and at with times. Яғни біз апта күндерімен on көмекші сөзін қолданамыз, сағаттармен at көмекші сөздерін қолданамыз. Бесінші тапсырма. Look at the notice board and write sentences about 5 activities. Хабарландыру тақтасына қараңыз және 5 клуб жайлы 5 сөйлем құрастырыңыз. The climbing club is on Friday at 5 o'clock. Өрмелеу клубы әр жұма сағат 5-те. The piano classes are on Monday and Wednesday at 9 o'clock in room 206. The English exam is on Thursday at 10 o'clock. The chess club is on Tuesday
at 3 p.m. The guitar concert is on Friday at 7 o'clock in main hall. Бірінші тапсырма. Choose the correct words. Дұрыс сөзді таңдаңыз. Біріншісі, Istanbul isn't the capital of Turkey. 2. Тимур and Серік aren't a chess club. 3. This computer is cheap. 4. I'm not from Great Britain. 5. You aren't 12 years old. 6. I'm in the new drama class. 7. Your dog isn't very big. 6. My friends are from Hungary. Екінші тапсырма. Complete the sentences using negative or affirmative form of be. Сөйлемдерді to be етістігінің болымды немесе болымсыз формасын қолданып толтырыңыз. Біріншісі, My friends are English. Екіншісі, This meal isn't cheap. Үшінші, Nuray and Ғазиза are fast. Төртінші, I'm not good at climbing. Бесінші, He is my favorite actor. Үшінші тапсырма. Complete the mini dialogues using the negative form of be. Мини диалогтарды to be етістігінің болымсыз формасын қолданып толтырыңыз. This music is terrible. It isn't terrible. It's great. Біріншісі, Football and rugby are boring sports. They aren't boring. They are interesting. Екіншісі, Leonardo DiCaprio is from Australia. He isn't from Australia. He is from the United States of America. Үшіншісі, You are an unpopular student. I'm not unpopular. I'm very popular. Төртіншісі, You are 9 years old. We are not 9. We are 10. Бесіншісі, Chess is an easy game. It isn't easy. It's difficult. She is a teacher. She isn't a teacher. She is a student. You are in the new dance club. I'm not in the dance club. I'm in the art club. Aisha and Maral are at school now. They aren't at school. They are here. Төртінші тапсырма. Write true sentences using the correct form of be and the words and phrases in the boxes to help you. To be етістігінің дұрыс формасын қолданып, дұрыс сөйлемдер жазыңыз, берілген сөздер және фразалар сізге көмекші болады. My best friend isn't old. He is young. My books aren't boring. They are interesting. The students in my class are 12 years old. My school is new. Tests aren't easy. They are difficult. Football is boring. It isn't interesting. Бесінші тапсырма. Look at Lily's diary. Then complete the sentences using the day or the time and on or at. Лилияның күнделігіне қараңыз. On және at көмекші сөздермен апта күндерін және уақытты жазып, сөйлемдерді толықтырамыз. Бірінші сөйлем. The climbing club is on Monday at 5 o'clock. Екіншісі. My new guitar class is on Tuesday at 7 o'clock. Үшінші. The dance club is on Thursday at 4 o'clock. My taekwondo class is on Thursday at 6 o'clock. Соңғысы. The piano concert is on Friday at 8 o'clock.